Бәріңе сәлем. Тек футбол арнасында сіз аңғара бермейтін кей элементтерге арналған кезекті шығарылым. Мұндай жайттарды сіз елей бермеуіңіз мүмкін. Қалыпты ғой деп. Бірақ әр істің де өзіндік мағынасы бар. Сонымен, бүгінгі тақырып мынадай. Футболшылар алаңда, бұрыштама немесе өзге де сәттерде неліктен қолдарын көтереді? Видеоны көріп болғаннан кейін комментке міндетті түрде пікір жазыңыз. Сіз бұрын мұны білген бе едіңіз? Және менің Instagram парақшама жазылып кетуді сұраймын, достар. Бұл жақтан влогтарды жиі көретін боласыздар. Көптеген футбол жанкүйерлері мынадай жайтты байқаған болар бәлкім. Корнер орындалар сәтте, ойыншылар бұрыштама жалаушасының жанына жақындап, допты қойып, бір немесе екі қолын көтеріп, өзіндік бір ым жасайды. Осыдан соң ғана стандартты орындайды. Неліктен олар бұлай етеді? Бұл ымдардың мағынасы неде? Әрине, ереже ешқандай футболшының стандарт орындалмас бұрын қолдарын көтеруге мәжбүрлемейді. Бұл нәрсе уақыт өте келе сәнге айналып, қалыпты үрдіске баланды. Халықтың аузында жүрген сан түрлі езу жидырарлық нұсқаларда бар негізі. Мәселен, осы әрекет арқылы ойыншылар желдің соғу бағытын анықтайды деген. Немесе қолын көтеріп стадионда отырған және теледидар тамашалап отырған достарына сәлем жолдайдымыз. Сондай-ақ терлеген қолтықты желдету деген версия да бар. Алайда мұның бәрі ақиқаттан мүлдем алшақтау екендігін ұғып отырсыздар. Бұл ымның мағынасын түсіндіріп беретін классикалық нұсқа мынадай. Егер футболшы бір қолын көтерсе, онда ол допты жақын бұрышқа өрлетеді. Ал қос қолын көтерсе, біліп отырсыздар, алыс бұрышқа тастаймын деген мағына. Бірақ уақыт өте келе бұл әрекет корнерде көздерге айналған тұста тағы бір өткір бұрыш пайда болды. Себебі мұны тек сенің ғана ұжымдастарың ғана емес, қарсыластарың да бағамдап тұр. Осылайша олар да осы бір ымнан соң доптың қайда ұшарын болжап отырды. Алайда айласы басым футболшылар мүлдем басқа жүйені қарастырып көріпті. Әлдекім өзгелерді шатастыру үшін барлығын керісінше жасаған. Яғни қос қол жақын бұрышта, тиісінше жалғыз қол алыс бұрышты білдіріпті. Дегенмен ең қарқынды жолға түскен нұсқа бұл осы бір стандарт орындалар сәтте командалардың жаттығуда пысықталған дүниелері көрініс беруі. Мұндай сәтте қарсыластар қандай комбинация орындалатындығын алдын ала болжап біле алмайды. Тек осылай ғана сан түрлі қулықтарды жасауға болады. Сол себепті егер футболшылар стандарт кезінде қолын көтеріп жатса, мұны бекерден бекер жасап жатыр деп ойламаңыздар. Ойыншылар тек корнер кезінде ғана қолдарын көтермейді. Доп алаң сызығынан асып кеткен сәтте арбитрдің назарын өзіне аударту үшін қолданылатын кең таралған әрекет. Осы ым арқылы футболшылар доп өз командасына қалу керектігін төрешіге нұсқайды. Және бұл эпизодта оныкі дұрыс па, бұрыс па ол маңызды емес. Бәрібір қол жоғары көтеріледі. Бұл автоматты түрде ойыншылардың психикасына сіңіп кеткен дүние. Қол бұлғаудың тағы кең таралған түрі бұл қорғаушылардың лайнсмендерге қарсыласы ойыннан тыс қалды дегенді нұсқауы. VAR жүйесінің пайда болуымен дәл қазір уақытта бұл ымнан ешқандай да пайда жоқ. Бірақ сәттік эпизодтар барысында әлі де қолданысқа ие. Сіз білмеген осындай кішігірім жайттарды сөз еттік деп ойлаймыз, достар. Видео ұнаса лайк басып, коммент жазып кетіңіздер. Бұл видеоның көп қаралым жинауына әсер етеді. Және арнаға жазылып қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Су жаңа видеоны бірінші оқып көресіз. Мен Есбол Қарағұл, келесі кездескенше.